колледжімізде дене тәрбиесі және алғашқы әскери технологиялық дайындық пәндері апталығы өтеді. Апталықтың ашылу салтанатында саптық жиында мемлекеттік гимн орындалып, апталық жоспарымен таныстыру жүргізіледі. Сонымен қатар Калашников автоматын бөлшектеп жинау және түрлі қызықты ойындар ұйымдастырылады. 20 сәуір күні ұлттық ойындар атты көңілді қоңырау іс-шарасы және шағын футбол жарысы өтеді. 21 сәуірде E103 тобында үстел теннисі әдіс тәсілдері ашық сабағы, қол күрес сайысы және үстел теннисінен жарыс ұйымдастырылады. 22 сәуір күні гір тасын көтеру сайысы, ВЖС 101 тобында автоматты бөлшектеу жинау сабағы және мергендер сайысы өткізіледі. 23 сәуірде Тартыл Фест турникке тартылу жарысы, көңілді мәре, отбасылық сайысы және колледж қызметкерлері арасында волейбол жарысы өтеді. 24 сәуір күні футбол әдіс тәсілдеріне арналған ашық сабақ. Айбын 2026 әскери спорттық сайысымен апталық қорытындыланады. Баршаңызды белсенді қатысуға шақырамыз. Салауатты өмір салтын бірге қалыптастырайық.